Егер қызметі бар іскер әйел таңдасаң, онда оның үй шаруасын тұтас мойнына алмайтында қабылдауың керек. Ал егер үй шаруасына тастай әйел таңдасаң, я ол сенің ішіп жегенің мен киіміңе көңіл бөледі, үйіңді де жайнатып ұстар, бірақ ол ақша таппайды. Осы шындықты да қабылда. Егер сөзіңнен шықпайтын, айтқаныңды екі етпей орындайтын әйел таңдайтын болсаң, онда өзіндік пікірі мен көзқарасы жоқ, сенсіз тіпті шырпы да сындыра алмайтын, саған тәуелді адам болатынын біліп қабылда. Ал егер мықты, батыл әйел таңдасаң, оның айтқанынан қайтпайтын, өз дегенімен жүретін бір беткейлігінде қабылдауың керек болады. Егер де жарқыраған сұлу әйел таңдасаң, оның көл-көсір ақша жұмсайтынын біл. Ал егер қолынан бәрі келетін, қабілетті әйел таңдасаң, оның қайтпайтын қаттылығын, шешімді үзілді-кесілді қабылдайтын, саған оңайлықпен иіле қоймайтынын біліп барып қабылда. Мінсіз әйел болмайды. Әр әйелдің өз артықшылығы бар. Сол артықшылықтар оның кім екенін, әрі теңдесі жоқ екенін білдіреді.